қаласының орталық балалар кітапханасы тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап әдеби панорамасының екінші шығарылымын ұсынады. Сіздерге ақын, жазушы, ағартушы Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығымен таныс боласыздар. Сіздерге таныстыратын орталық балалар кітапханасының кітапханашысы мен Калиева Шолпан Сабыртайына. Қазақстандық танымал авторлардың поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті және аударма саласындағы 30 үздік туындылар таңдалды. Соның ішінде Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар деп аталатын мына шығармасы енді. Ыбырай Алтынсариннің өз халқы сүйетін, қалтқысыз тыңдайтын шығармалары өте көп. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазанның 2 жұлдызында дүниеге келді. Туған жері Қостанай облысы Аман-Қарағай ауданы Күнтүйнес ордабасы еді. Азан шақырылып қойған аты Ибрахим. Бала Ибрай әкесінен ерте айырылып, атасы Балғожа бидің қолында тәрбиеленді. Үшінші сынып оқушысы Самайдар Әлшер. Ыбырай Алтынсарин. Өзен. Таулардан өзен ағар, сарқыраған, айнадай сәуле беріп барқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, арылып тау мен тасы арқыраған. Көңілін суын ішіп асылады, дененде бар ерсінді қашырады. Өксіген оттан жанып жануарлар өзеннен рақат тауып басылады. Ыбырай Алтынсарин былай дейді: мен күшімнің жеткенінше туған еліме пайдамды тигізейін, пайдалы адам болайын деп өзінің осы алға қойған мақсат арманын жүзеге асырды. Кітаптағы кейбір материалдар бөлім бойынша бөлінген. Яғни ағартушының творчестволық шығармалары осы кітапта жарық көрді. Осы аталған кітап 6 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі ақынның шығармалары, екінші бөлімі оқу ағарту жайлы жазған жазбалары, үшінші бөлімі өлең әңгімелері, төртінші бөлімі аударма сипаттағы әңгімелері, бесінші бөлімі ақынның ауыз әдебиеті үлгілеріндегі шығармалары, алтыншы бөлім хаттар, яғни осы қазақ балаларына, сонымен қатар өзінің достарына жазған хаттары осы кітапта жинақталған. Қазақ даласында бірінші болып мектеп ашып, білім нәрімен танытқан, сусындатқан Ыбырай Алтынсарин. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық деп, тот баспас, мәңгі тозбас біліммен оқушыларды, бүлдіршіндерді оқуға шақырды. Үшінші сынып оқушысы Мұхамедканова Назым. Ыбырай Алтынсарин. Кел балалар оқыл. Бір Аллаға сеніп, кел балалар оқыл. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз аллап. Оқымаған жүреді қараңғыда қармалап. Кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңдар балалар, шамын шарақ жағылар. Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы 17 шілдеде дүние салады. Қазақтың дәстүрі бойынша әкесінің қасына жерленеді. Орта келгенде Ыбырай Алтынсарин реалист жазушы, ағартушы педагог. Нақтырақ айтқанда, әдебиеттен ойын орын алатын дара келгендер. Ыбырай Алтынсарин. Өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерге көзінді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай. Білмегенде танықтай, бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай.
Құрметті оқырмандар, Абай қаласының орталық балалар кітапханасында Ыбырай Алтынсариннің шығармалары, жинақтары кітаптарын тереңірек танып, біліп оқуға шақырамыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында 30 кітап әдеби панорамасында жүздескенше.